Мен Момынова Саламат Нәбек қызы. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің аға оқытушысы. Осы қазіргі жағдайдағы алаңдауды төмендету үшін біршама психологиялық кеңестер ұсынып отырмын. Сіздер білесіздер, тартылыс заңдылығының бар екендігін. Яғни вирус ауру туралы үнемі ойламаңыз, айтпауға тырысыңыз. Өйткені шағым адамның бойында иммундық жүйені әсер етеді. Адамды әлсіз, ауырып тұрғандай күйді орнатады. Егер сіздің бойыңызда қорқыныш, үрей, мазасыздық болатын болса, онда одан арылуға тырысыңыз. Қорқыныштың болғанда жақсы. Себебі бізді сақтыққа, сонымен қатар қорғаныс күйін орнатуға тырысады. Ал егерде қорқыныш үрейге ұласып, я болмаса қиялдағы қорқыныш болып, фобия болатын болса, онда маманның көмегіне жүгініңіз. Қарапайым техника, сол қорқынышыңызды ақпаратқа жазыңыз. Түгелдей жазыңыз, неден қорқасыз, не болып қалады деп қорқасыз. Бәрін жазып, сезіммен, ішкі жан дүниеңізбен жазғаннан кейін оны майдалап жыртып тастасаңыз болады. Екінші бір техника тыныс алу жаттығуы. Оған бір 3-4 минутыңызды, уақытыңызды арнаңыз. Яғни тыныс алып жатырмын, терең демала отырып, сабырлымын, тыныс шығарып жатырмын, мазасыздық үрей бойымнан тарап шығып жатыр деп. Яғни тыныс алып жатырмын, тыныс шығарып жатырмын деп 3-4 минут тыныс алған кезде, ол да біршама үрей, мазасыздық күйді арылуына көмектеседі. Егер де біздің бойымызда осы қорқыныш, үрей, мазасыздық ылғи да болатын болса, біздің денеміз оған тырысып, сондай бір бойымызда кортизол гормондарын көбейтіп жібереді. Ал білесіздер, кортизол гормондары ол біздің ағзамызға зиян болып келеді. Көп мөлшерде кортизол гормондары біздің ағзамызға зиян. Эмоцияңызға, көңіл күйіңізге әсер ететін әлеуметтік желідегі WhatsApp, Instagramнан келген жағымсыз ақпаратты көрмеуге тырысыңыз. Өйткені сіздің көңіл күйіңіз түссе, ол сіздің жақындарыңыздың көңіл күйіне де әсер етеді. Және де бұл жағдайды уайымдап, сары суға кеткенше, бұл бір мүмкіндік, отбасымен бірге болу мүмкіндігі деп қараңыз. Өйткені балалар біздің болашағымыз. Балалармен бірге ойнаңыздар, үй жұмысын бірге жасаңыздар, кітап оқыңыздар. Себебі осы бір сәт баланың бойында бір қиын кезең болып қалмасын. Керісінше ата-ананың қасында болған бір жақсы, қуанышты, бақытты шақ болып қалсын. Бірақ та балаларыңызға ашық түсіндіруіңіз керек. Бұның қандай қаупі бар екен, және сақтану ережелерінде ескертуіңіз керек. Жақсы тамақтануға мән беріңіз. Күнделікті дене жаттығуын жасаңыз. Себебі біздің бойымызды ширатып, сергек жүрумен қатар, жақсы тонуста болуымызға ықпал етеді. Психологтар айтады, позитивті күйде жүрген адамға вирустар жоламайды, қорқады деп. Позитивті, жақсы күйде болыңыз, көңіл күйде болыңыз. Жақсы күйде болыңыз, және жақындарыңызды көбірек құшақтаңыз. Жақындарыңызға мен сені жақсы көрем деген сөзді көбірек айтыңыз. Өйткені құшақтаған кезде біздің бойымызда окситоцин гормондары көтеріледі. Ал мен сені жақсы көрем деп, бір адамға қуаныш сыйлаған кезде серотонин гормондары көтеріледі. Ал бұл бақыт гормондары, бұл қуаныш гормондары. Қазіргі жағдайда бұл гормондардың жоғары деңгейде болу бізге өте қажет. Өзіңізді дамытуға атсалысыңыз. Кітап оқыңыз, онлайн курстарға жазылыңыз. Балаларыңызға көңіл бөліңіз. Өзіңіздің шекараңызды айқындаңыз, және жақындарыңыздың шекарасына қол сұқпаңыз. Бауыржан Момышұлы қорқыныш туралы өзінің еңбектерінде тамаша жазған. Қорқыныш ол барлық адамға тән деген. Генералға да тән, солдатқа да тән. Генерал страх сенің ар намысың, парызың. Ол сенің парызың алдында қаша бастайды. Тәртіпке бағынып, намысқа тырысып, осы бір уақыт аралығында өзіңіздің мықты жақтарыңызды шыңдаңыз. Келесі логотерапия авторы Виктор Франклдың өмірдің мәні мен мағынасын тап, арман мақсатыңды айқында. Өмір мәнін тапсаң,
қорқынышың сейіліп, ең қиын деген өмір белесінен саналы түрде өтесін дегендей. Өмір мәні мен миссияңызды анықтап, соған қарай қадам жасаңыз. Сіз біліңіз, біз біргеміз. Отбасы, Қазақстан халқы үшін, әлемдегі адамзаттар үшін тілек тілеңіз.